Күн сәулесі түспейтін жер астында төгілген маңдай тер нағыз ерлікпен парапар. Онда әрбір минут, әрбір шешім адам өмірімен өлшенеді. Осындай сын сағатта өндірістің үздіксіз жұмысын қамтамасыз етіп, ел экономикасына үлес қосып жүрген кеншілердің орны бөлек. Солардың бірі жайлы әріптесім Рамазан Палмағанбет айтып береді. Дәулет Пірлеупесов 7 қат жер астында 15 жылдан бері еңбек етіп жүрген білікті маман, кенші шахтадағы тынымсыз тіршілікке қажетті техниканың үздіксіз жұмыс істеуін қадағалайды. Құрылғы істен шықса, дереу іске кірісіп ақауды жөндейді. Еңбекқор азамат қауіп-қатерге толы саланың қыр-сырымен бөлісті. Каждый спуск шахты. Шахтада жұмыс істеу қашанда тәуекел етумен тең. Ер адам болған соң отбасы асырау керек. Біз күнделікті жұмысқа кіріспес бұрын бала шағамыз, жақындарымызбен аман есе қайта қауышуды тілейміз. Себебі бұл сала өте қауіпті әрі шыдамдылықты қажет етеді. Отбасымның қолдауының арқасында аянбай еңбек етіп келемін. Кенші әлеуметтік желіде де белсенді. Ол ғаламторда шахтадағы қызықты сәттер мен әзілге толы оқиғаларды жиі бөлісіп, көпшілікке әсерлі контент ұсынып жүр. 8 қырлы бір сырлы еңбек адамы жайлы әріптестері де пікір білдірді. Я Даулетті знаю давно. Дәулетті бұрыннан танимын. Ол менің әріптесім әрі көршім. Оның жанашырлығы мен адамгершілігі бір төбе. Әрқашан көмек қолын созуға асығып тұрады. Үнемі көңілді жүретін ол жастар арасында танымал жайдарман ойындарына қатысқан. Маман кап арнайы жобасында астарлы әзілімен көзге түсіп, үздіктердің қатарында болды. Қорыта айтсақ, шахтерлердің еңбегі ерлікпен парапар. Осы орайда жер астында қызмет ететін техниканың тілін тауып, қалтқысыз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін мамандардың ісі қашанда құрметке лайық. Рамазан Палмағанбет, Еуразия бірінші арнасы.